Сәлем менің сүйікті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен арасында салмасы бар өте дәмді кереметтей печеньенің рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге ұн, үгітілген грек жаңғағы, қаймақ, бөлме температурасында еріген сары май, қант, жұмыртқа, ас содасы және шым тұз. Үгітілген грек жаңғағына алдын ала қантты осылай араластырып, кеңдеу ыдысқа араластырамыз және оны бір бөлек қоя тұратын боламыз. Достар, жасап көріңіздер, өте керемет болады. Одан кейін қаймаққа жарты шай қасық ас содасын салып, алдын ала осылай араластырып қоямыз. Бір 3-4 минут тұрса жеткілікті. Әрі қарай дәмді печеньеміздің қамырын әзірлеуге кірісеміз. Ол үшін алдын ала електен өткізілген ұнға шым тұзды салып осылай араластырамыз да, одан кейін бөлме температурасында еріп тұрған сары майды салып, осылай қолмен үгіте отырып араластыратын боламыз. Сондай бір песочный тесто болып тұрады. Одан кейін 2 жұмыртқаны біртіндеп салатын боламыз. Бір жұмыртқаны саламыз, ұнға барынша араластырып аламыз да, одан кейін екінші жұмыртқаны да саламыз да, оны да солай барынша араластырып алатын боламыз. Өте керемет болады, қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін қаймағымызды салатын боламыз. Мінекей, бағанағы ас содасы араласқан қаймақты барлығын саламыз да, енді қамыр илейтін боламыз. Алғашында қамырдың басын біріктіру қиынға соғады, бірақ қайтара илей бергеннің арқасында біздің қамырымыз бірігіп, сондай бір керемет, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Мінекей, бір 7-8 минуттай шамамен қамыр илейтін боласыздар. Мінекей, дайын болды. Енді бетіне осындай пакетті жауып 10 минутқа қоя тұрамыз. 10 минуттан кейін печеньені әзірлей беруге болады. Мінекей, 10 минут уақыт өтті. Енді осы қамырды 4 бөлікке бөліп алатын боламыз және әр қайсынан керемет пішіндер жасайтын боламыз. Мінекей, дайын болды. Әр қайсысын дөңгелеп, күлшелеп қоя тұратын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздер менің арнама жазылмаған болсаңыздар, жазылып, төмендегі подписаться батырмасын басып қойыңыздар. Және де осы видеоға лайк басуды да ұмытпаңыздар. Мінекей, барлығын күлшелеп алдық. Үшеуін бөлек қоя тұрамыз да, қазір қалған қамырды дөңгелекше етіп, әдемілеп жайып алатын боламыз. Мінекей, осылай дөңгелекше етіп жайып алуға кеңес берем. Өте дәмді болады, қыздар, жасап көріңіздер және жасалуы да өте қарапайым. Мінекей, енді дайын болған қамырды 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. 4 бөлікке бөлгеннен кейін әрі қарай тағы да бөліктерге бөлеміз. Сонда бізден бір қамырдан 8 печенье шығатын болады. Арасындағы салмасы піскеннен кейін өте керемет болады, дәмді болады. Ерекше печенье, әрі жасалуы өте оңай. Мінекей, осылай 3 бұрыштап алып аламыз. Одан кейін арасына салмасын салатын боламыз. 1 шай қасықтан салмасын салдым. Егер сіздердің қамырларыңыз үлкендеу болып жатса, үлкендеу қылып, мінекей, видеода көрсетілгендей етіп, осылай жасайтын боламыз. Салманы саламыз, 2 шетін біріктіреміз. Содан кейін барып бүктейтін боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет. Қазір мен барлығын көрсететін болам. Өте дәмді болады. Және пісу уақыты да 20-25 минутта пісіп шығатын болады. Қараңыздар, өте дәмді. Және керемет, жасалуы өте оңай. Кез келген қыз келіншектің қолынан келеді. Достар, келесіде менің арнамнан шығатын рецепттерді жіберіп алмас үшін төмендегі қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар болады. Және каналға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Өте керемет. Мінекей, дайын болды. Жасалуы өте қарапайым. Алдағы уақытта жаңа жылдық салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Сол үшін каналға тіркелуді де ұмытпаңыз. Мінекей, барлығын жасап алдық. Жасап алғаннан кейін противенге пергамент төсеп, осылай печеньелерімізді тізіп шығатын боламыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 20-25 минутта 180 градуста пісіріп алатын боламыз. Мінекей, 20 минутта біздің печеньеміз пісіп шықты. Осылай болады, ол қатты қызармайды. Арасы өте керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазір әдемілік үшін мен безендіріп бетіне қант ұнтағын себетін боламын. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, жаңа жылдық дастарханыңыздың сәні боларына сөзсіз сенімдімін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.